ең бірінші біз түсінуіміз қажет, яғни ешбір инвестиция ол жоғары табыстарды және кепілді жоғары табыстарды уәде етпейді. Сондықтан да және де келесі аңғаратынымыз ол егер сізге жоғары кепілді табыстарды уәде етіп жатса және де басқа бір тұлғаларды қоса шақырсаңыз, оған тағы бонус дейді ғой, сондай бір табыстарды егер уәде ететін болса, ол алаяқтық компанияның, яғни алаяқтықтың бір түрі деп көруге болады. Алаяқтың және қаржылық пирамидаларының бірнеше белгілері бар. Яғни оның біріншісі ол сіздерге жоғары табысты және кепілдендірілген табысты уәде етеді. Келесі бір белгісі бұл сіз егер осы компанияға басқа да тұлғаларды келсеңіз, сізге бір бөлек бонустар беріледі, немесе сыйақылар беріледі, соны уәде етеді. Тағы бір белгісі бұл компания өзінің ноу-хау түрінде жарнамалайды, және сол жарнамасы өте қарқынды түрде жүргізіледі. Ол жарнамасы барлық, мысалы, мессенджерларда, интернет сайттарында жүргізіледі, және де өте сондай активті түрде, қарқынды түрде жүргізіледі, яғни жарнама. Келесі бір белгісі бұл компания ол жаңадан құрылған болады, және де оның құрылтайшысы бір ғана тұлға болуы мүмкін, немесе жарғылық капиталы өте аз көлемде белгіленеді. Тағы да бір белгісі ол өзінің мысалы микроқаржылық ұйым немесе ломбард түрінде жарнамалайды. Тағы бір белгісі ол егер сіз шартты оқитын болсаңыз, бұл шартта компания өзіне ешқандай да бір жауапкершілікті алмайды. Егер сіз қаржылық пирамиданың құрбаны болатын болсаңыз, міндетті түрде құқық қорғау органдарына хабарласыңыз. Өйткені қаржылық пирамиданы құру және оны ұйымдастыру бұл қылмыстық іс болып табылады. Және де оны полиция, бас прокуратура және қаржылық мониторинг агенттігі тергейді бұл жұмыстарды. Және де неғұрлым сіз тезірек құқық қорғау органдарына хабарлассаңыз, соғұрлым сіз ақшаңызды қайтарып алуға мүмкіндігіңіз жоғарылайды. Одан бөлек сіз барлық өзіңіз туысқандарыңызға, жақындарыңызға сол компания туралы айтып беріңіз, және де бұл компанияның қаржылық пирамида белгілері бар деп хабарласып айтыңыз. Егер сіз осы бір компания туралы жарнама оқыдыңыз және де оны өзіңіздің туысқандарыңызға немесе жақындарыңызға жарнамалаудың алдында міндетті түрде тексеріп алдыңыз. Ол компанияның лицензиясы бар ма, жоқ па екендігін, оны қай жерден көресіз? Оны Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің ресми сайтында бөлім бар. Яғни барлық қаржылық ұйымдардың лицензиялары көрсетілген, банктер болсын, микроқаржылық ұйымдар болсын, брокерлер, дилерлер дегендей сияқты, яғни қаржы министрлігінің сайтында, яғни салық төлеушілер тізімінде көрсе болады компанияның қай кезде құрылғанын және оның құрылтайшылар кім екенін сол жерде көрсеңіздер болады.